Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Шайна жұмыстан келген соң тамағын жылытып, бірақ оның дәмін де сезбестен тез-тез ішті де сүйікті сериалын қосты. Көзі теледидарда болғанымен көңілі алаңдай бергесін, өзін бірдеңемен алдартқатпақ болып тамақтан босаған 2-3 ыдысты ыдыс жуатын мәшинеге салды. Еденді өзі тазалап жуып шығатын соңғы үлгідегі шаңсорғышты қосып, күйеуінің кеуіп тұрған киімін әкеліп, қырын шығарып үтіктеп шықты. Теп-тегіс болып жазылып, өңі кірген жейде де шалбар да сапалы матадан тігілген. Атақты фирманікі болатын. Әйел күйеуінің киімді жақсы таңдайтынына тағы бір рет көзі жетіп, ішінен оның талғанына сүйсінді. Күйеуі туралы ойлаған сайын көңілі күпті болып, телефонын алып, жаным деп сақталған номерді терді. Телефон жабық. Осымен 8-ші рет. Не ойларын білмей күрсініп жіберді. Аман болса жарар еді. Жол апаты болды ма, ауырып қалды ма деген сияқты ойына келген неше түрлі ойларды шамасы жеткенше қуып тастаумен болды. Әлде жолда телефонның қуаты таусылып қалды ма екен? Бірде ондай жағдай болған. Сол кезде көңіліне уайым кірген Жайна 100 шаршы метрден асатын кең пәтеріне сыймай, аяқ астынан мазасы қашып, дегбірсізденіп кеткен еді. Бірақ артынша жүзі жадыраған күйеуінің қолына үлкен әдемі гүл шоғын ұстап, кіріп келе жатқанын көріп барып, көңілі орнына түскен. Ол кезде күйеуі беделді құрылыс компаниясының бастығымен келіссөзде болып, артынша алысқа демалуға барғанын, ал ол жерде байланыс болмағанын айтқан еді. Ал ендеше Жайна күйеуінің кең маңдайлы, қыр мұрынды ақсары жүзін елестетті. Сол кезде мұның құлағының түбінен жылы демін үрлей айтатын «жаным» деген сөзін естігендей. Ол сөз мұның жанын шынымен де бір сәтте жылытып жібергендей болды. Осыдан 5 күн бұрын күйеуі «жаным, мен аяқ астынан Омскіге кетіп барамын. Сол жақтағы жігіттер құрылыс фирмасын ашқан екен. Өткенде айтып едім ғой, жаңа коттедждің құрылысынан тапсырыс беріпті. Оның жобасын мен ұсынамын. Барамын да келемін деген болатын. Күйеуінің жаңа бір коттедждің сызбасын жасап жүргенін білетін. Тіпті бітпеген құрылыстың суреттерін де көрсеткен. Жайна одан осынау 3 деңгейлі коттедж қалай, қай қалада деп те сұрамапты. Жалғыз ұйықтауға қорқысаң, құрбыңды шақыр. Мені түсіңде көруді ұмытпа. Сені сағынатын боламын. Суық су ішпе, әйтпесе өткендегідей тамағыңды ұстап қалады. Қатты шаршама, өзіңді күт жаным, деген күйеуі қамқор дауыспен. Жайна оған сәт сапар тілеп қала берді. Көптен жұмыссыз жүрген күйеуіне ақыры жөндем кәсіп табылғанына қуанғандай да болған. Рас, күйеуі қырып ақша таппайтын. Оның себебі де түсінікті. Бұрынғы пәтер жөндейтін бригадасы тарап кеткен екен. Қазір елде дағдарыс. Бұрынғыдай зәулім, сәулетті жеке үй салушылар да азайған. Бірақ өзінің табысы мол болғандықтан Жайна оған неге мол ақша таппайсың деп жатпайтын. Ол үшін қасында күйеуі болса болды. Ол ертеңгі жұмысқа киімін дайындап жатқан кезінде де, төсекке жатқанда да күйеуі туралы ойлаумен болды. Телефоны неге жабық? 5 күн болды. Бір рет те сөйлескен жоқ. Егер бір жағдай болса, қайда, кімге хабарласпақ? Жетім өстім деген жігіттің туыстары жоғын білетін. Бастапқыда жігіттің ешкімі жоқ болғаны бұған ұнамды көрінген. Обап-шұбап келіп жататын туыс туғаны болмағаны жақсы емес пе деп құрбылары да қостаған. Өзінің де жақсы 45-тен асқанда сын таққыш, мін тапқыш қайнағалар мен абысындарға келін болып шай құймайтынына ішінен қуанғаны да бар. Жасы 40-тан асса да жүзіне әжім ою салып үлгермеген, өз жасынан әлде қайда жас көрінетін қимылы кербес Жайнаның 5-ші күні жұмыспен өтетінде. Демалыс күндері кейде құрбылармен кездесетін, кейде киноға баратын. Рас, баяғыда бір жігітті ұнатқан. Бірақ ауылдың жігіті қалаға үйренген қыздың бәрібір ауылға келіп, мұның әке-шешесінің дәрет суын жылытып отыратынына сенбеді ме? Көршісінің қызына үйленіп тынған. Бастапқы жылдары сүйіктісінің бұны
Көзімен аймалайтын кейпі көз алдынан көлбеңдеп кетпей, кейде түсіне кіруші еді. Ер адамды естен тандырар сиқыры болмаса да, бойынан сүйкімі табылатын Жайнаға сөз салушылар болғанымен, бірді сүйген жүрегі ешкімді көңіліне жақындатпады. Осылайша бірыңғай бір сарынды күндер кешіп жатқанда 40-тан асып кетіпті. Баяғы сағынышы да тозды. Астанаға бауыры басты. Жағдайы ешкімнен кем емес. Жылына 2 рет шетелге барып, демалып, келетін күндердің өзінің де еш өкпесі жоқтай көрінген. Ақшаның соңына түсейін демеген, бірақ одан басқа ермегі де жоқ еді. Үлкен компанияның жай есепшісі болып бастаған, әр есеп қисабына мұқият, жұмысын тап-тұйнақтай қылатын маманды компания басшысы бағалады. Қызметі өсті. Қара басынан артылғанын жинап, қажетіне пайдаланатын. Әуелі бір пәтер сатып алды. Арада бірнеше жыл өткенде екінші пәтердің иесі болды. Балам да жоқ, бұл кімге қалады дегенді ойлағысы да келмейтін. Бауырының бір қызын бауырыма бассам, кейін соған қалдырамын деп ойлауын ойлағанымен, бұған да тәуекелі жетер емес. Бұл заманда күйеуге шықпаған әйелдің қадірі кеміп, басы төмендейді. Құрбыларының арасында осының өзін рахат ғұмыр есептейтіндері бар. Бірақ бәрібір Жайнаға бірдеңе жетпей тұратын. Бұл ыстық құшақ аңсағаннан бөлек бір сезім еді. Ол өзін жақсы көретін адамның жанарынан, жүрегінен бір жылылық сезінгісі келетін. Сөйтіп жүргенде Аликті кездестірді. Жақын танысқаннан бастап араларында ешбір тосаңдық болмаған. Рас, бастапқыда өзінен бірталай жас кішілігі бар жігіттің кеудесін итермесе, арты ыңғайсыздау шыңға айналар да, өзін сыртынан сөз қылушылар да табылар деп именген. Бірақ өз ішінде кезек арпалысқан ұялыстан ба, сенімсіздіктен бе, екіұдай сезім шарпысып жататын. Кездескен сайын ынтазарлығы байқалатын жігіттің жанарының оты өртей жасайтын. Жігіттің өзіне құмарта қараған қой көздерінің тұңғиығынан әлде бір шарқ-шұрқ еткен құйынды көретін. Сол кезде бұл да күлмеңдеп, 19-дағы қыз болмаса да, жас кезінде алабұртып, өзінен өзі жасарып кеткендей болып, бұның да көзінен жалын ұшқындай түсетін. Осы кезден бастап Жайна өзгерді. Жұмыстың жетегінде жүріп, жанына еш қуаныш сыйламай, із-түссіз өте шыққан күндерінің өтеуін қайтарғысы келгендей, Аликті бір ғаламат сезіммен жақсы көре түсті. Көрікті де сымбатты жігіттің ернінің дәмі әйелдің тұла бойын итіргендей болып, буынын алған. Бастапқыдай емес. Ұяты тарай бастады ма, ақырында тақымданған құмарлыққа ештеңе істей алмайтынын сезінген күйі ләззат шарбатын қомайғайлықпен татай берді. Сөйтіп бас қосты. Бір-біріне құмарта қараған көздердің тұңғиығында жарқ-жұрқ етіп қызғылт құйын ұшқындайды. Сол кезден бастап Жайнаның жанына жаз орнаған. Жаз орнағаны ғой, бұрынғыдай емес. Көңілінің қошы келіп, жайраң қағып жүретін болған. Кеште жұмыстан асығып жетіп, кешкі ас әзірлейді. Жас күйеуі әңгіме айтса басын әнтек қасайтып, арманына жеткен адамның кейпімен ұйып тыңдап отырады. Бұрыннан да өз жасынан әлде қайда жас көрінетін келіншектің шырайы кіре түсті. Әйелдің көп жас үлкендігі бір қарағанда біліне қоймайтын. Тіпті білінсе де жігіттің сынын бұзбайтындай. Басында құрбылары бұлардың некесіне күмәнмен қараған. Дегенімен Алик өзінің жұмсақ мінезімен мұның құрбыларының көңілінен шықты. Ежелгі тарихтан, философиядан айтқан әңгімелері жігіттің дүниетанымының өзгеше екенін аңғартатын. Оның әр нәрседен хабары барын көзі ашық әйелдер бірден жоғары бағалады. Алик Жайнаны қалай сыйлайды десеңші. Оның ыстық демі, үзілдіре айтқан сөздері 40-тан асқан әйелдің сезім күйіне айрықша әсер қосқан. Жайнаның туған күніне орай жайылған дастархан үстінде Жайна қайыра еске түсірген сайын жымиятын бір оқиға болды. Жаным, деді орнынан көтерілген Алик аздап толқи сөйлеп. Бүгінгі сенің туған күніңде не тілеймін? Әрине бақыт тілеймін. Мен үшін бақыт деген сенің күлкің, сенің жанарың. Бақыт деген екеуіміз. Маған сен осылай қасымда жүрсең болды. Осылай дегенде жігіттің жанарына жас келгендей болды. Жоқ, Алик емес. Жайнаның көз алды еді бұлдырап кеткен.
Осылайша шын сезімнің тілі ағытылды. Ол қызыл түсті қобдишаны ашып, ішінен қымбат бағалы сақинаны шығарғанда, Шайнаның жасы мөлт ете түсіп, сұлу сезімнің отына шарпылған жүрегі 18-дегі кезіндей алабұртқан-ай. Алик сүйіктісін биге шақырды. Келіншегін барынша қадірлейтінін көрсетіп, қолынан аялай ұстап, шеп-жеңіл қозғалып билеген кезде жанарын Шайнадан айырмаған. Сол күні 2 жыл ішінде күйеуінен сезінген махаббаты кеудесін шексіз шаттыққа толтырып жібергендей. Шайнаның бір орында отырғысы келмеді. Ортаға шығып билей берді. Туған күнге келген құрбылары бір-біріне қарайды. Құрбымыз деп жүрсе де, 28 жасар жігіттің 47-дегі әйелді соншама құлай жақсы көргенін түсіне алмай, қарағандарын байқаса да, Шайна мән бермеді. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.